Құрметті әріптестер, бүгін мектебімізде қазақ тілі және әдебиеті пәні бірлестігінің мұғалімдердің ұйымдастыруымен осы қаңтар айында қазақ тілі әдебиеті пәні бірлестігінің айлығы өтейін деп жатыр. Осы айлық жоспарға сәйкес өткізіледі. Айлық барысында ашық тәрбие сағаттары, шеберлік кластары, түрлі тәрбиелік іс-шаралар өткізіледі. Енді салт-дәстүр қазақ халқы шілдехана, бесік той, тұсаукесер, сүндет той, бүгін салтына, өзінің жаңағы шығу тарихына, қазақ халқының қалыптасу тарихы осы салт-дәстүрлерге байланысты. Өте көп салт-дәстүр. Батыр баян поэмасының авторы Мағжан Жұмабаев. Абай Құнанбаевтың қай жылдары аралығында өтті? 1845-1904 жылдары қазақтың ұлы ақыны, қазақтың алғаш жазба әдебиетін қалыптастырушы. Ана тілін біліп қой, мақтанышын берсін. Ана тілін ағам болып ұяттым, бізге тілін бәрібір өз тілді құрметте. Қымбат маған ана тілім, бал тілім, қымбат маған дара тілім, әр тілім. Ақ сүтімен бірге сізге бойма, ана тілім ардақ тұтар алтыным. Ана тілім жылап өткен талайлар, жылап өткен Ыбырай мен Абайлар. Қасиетті менің ана тілімде өшпес мәңгі Алланың арай бар. Өлең жырмен ағыланса тау күліп, ардақтымды жылап өтем ән қылып, Мағжан Қасым Бабали жырларын